Түшкірген адамға «Жаракым Алла» деп айту. Қақтағалы адам атаның тәнін топырақтан мүсіндеді. Оның үстіне 40 жыл қайғы жаңбырын жауғызды. 1 жыл қуаныш нөсерін жіберді. Сол үшін де адамзаттың қайғы қасіреті оның қуанышынан көп болады екен. Құдай тағала өзінің құдіретімен адамның басын Қайыр-Исханның топырағынан, ал мүбәрак жүздерін жәннаттың топырағынан киіптеді. Тістерін гауһардың топырағынан, бойындағы ыстық қанын таулардың топырағынан алды. Көз нышанын Кәусар бұлағының балшығынан жаратты. Құдай шеберлігімен жансыз мүсінді көркіне көз тоймас жан иесіне айналдырған соң, әртүрлі жақсы қасиеттерді оның бойына орналастырды. Алдымен ақылды әкеп басына қойды, ұят мінезін жүзіне жасырды, күш қуатын арқасымен беліне жайғастырды, көңіліне иман әдепті орналастырды, тіліне кәлім шахадатта келіп қойды. Содан кейін Тәңірі рухқа, адамның денесіне кір деп әмір берді. Рух қарасы бір сәулесі жоқ қараңғы жай екен. Сондықтан қорқып, біраз уақытқа дейін кірмей тұрды. Құдай тағала 3 рет кір деп бұйырады. Мұхаммед пайғамбардың нұрын әкеліп қояды. Бүкіл періштелерге әдемі әуезбен зікір айтуды бұйырады. Рух сол кезде Мұхаммедтің нұрына ғашық болып, әдемі әуезге келтіп, есінен таңады. Бір сәтте қорқынышын ұмытып, адамның тамағынан бастап денесіне кіреді. Денесіне жан кіргеннен кейін адам ата түшкіріп қалады. Сол мезетте рух «Әлхамдуллах, Құдайға сансыз мадақ болсын» деген екен. Сондықтан да адам үшкіріп қалса, үшкірген адам «Әлхамдуллах» деп айту сүннет болған. Мұхаммед пайғамбар біреу түшкірсе, қасындағы адам оған «Жаракым Алла», яғни саған Алланың рахымы болсын деп айту керек деген екен. Қазақта біреу түшкірсе, «Жаракым Алла» деп айту осыдан шыққан деседі. Бір деректерде түшкіру нығмет, ол деннің саулығының, ағзаның ауруға қарсы тұруының нышаны. Берілген несібеге шүкіршілік жасағанымыз сияқты, түшкірген кезде де шүкіршілік еткен жөн. Бірде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның жанында қатар тұрған 2 кісі бірдей түшкіреді. Алла елшісі олардың біреуіне ғана «Жаракым Алла» дейді. Сонда екіншісі: «Мынау түшкіргенде оған «Жаракым Алла» дедіңіз. Мен түшкірген кезде үнсіз қалдыңыз. Бұның себебі неде?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз ол түшкірген кезде Алланы есіне алып «Әлхамдулла» деп айтты. Ал сен түшкірген кезде бұлай айтқан жоқсың деп жауап берген екен. Енді сіздерге Дүйсен Мағлұмовтың әңгімесін айтайын. Жаздың жайма шуақ бір күні болатын. Ислам ата бала шағасымен бақ ішінде, алма ағашының саясында, тапшанның үстінде ас ішіп отырған. Құстар сайрап, шегіртке шырылдап, айнала әсем күйге бөленген. Бір кезде атасының қасында отырған Иман «Әпчу, әпчу» деп 2 рет түшкіріп жібереді. «Аққас» дейді әжесі, «Сау бол» дейді анасы, «Жаракым Алла» деді атасы. Дастарханға бата жасалған соң Иман орнынан тұра беріп еді, атасы тоқтатады. «Иманжан, сен маған жақын отыр. Айтатын әңгімем бар» деді атасы, оған қасынан орын нұсқап. «Балам, сен жақында 9 жасқа толдың. Есің кіріп, есейіп қалдың. Біліп жүрсің деп мен саған халқымыздың салт дәстүрін, әдеп ғұрыптары жайлы жай айтамын. Дініміз туралы да аз айтып жүргенім жоқ. Бұған дейін мұсылманның мұсылман алдындағы 6 парызының 4-еуін айтып бердім. Бүгін 5-шісін айтудың сәті түсіп тұр. Оған сенің жаңа дастархан басында түшкіргенің себеп болды». Мұхаммед пайғамбарымыздың хадисінде егер жаныңдағы адам түшкіріп «Әлхамдуллах» десе,
Оған сен «Жаракым Алла» деп жауап қатуың керек деген. Әлхамдуллах, Аллаға шүкір дегенді білдіреді. Ал «Жаракым Алла» арабтың «Ярхамукаллах» деген сөзіне шыққан. Оның қазақша баламасы «Алла жарылқасын». Яғни түшкірген адамның Аллаға шүкірі, ал қасындағы адамның Алла жарылқасыны, сәлем берген адамның сәлемін алу парызымен бірдей екен. Иманжан, сен менің не айтып отырғанымды түсіндің ғой? Түсіндім, ата. Түсінсең, қане, осы сөздерді айтып жаттайық. Иман атасымен бірге қайталап, сөздерді тез жаттап алды да атасынан. Ата, осы адамдар неге түшкіреді деп сұрады. Түшкіру адам ағзасындағы тұмау, аллергия сияқты аурулардың пайда болғанынан хабар береді. Ағзаның сонымен күресіп жатқанын білдіреді. Яғни пайдалы. Кеше сен футбол ойнап әбден терледің, содан салқындап қалғансың. Бүгін түшкіріп жүрсің. Кешке әжең қойдың майымен жақсылап береді. Сауығып кетесің. Ал жаңағы сен жаттаған сөздер «Аман бол, ауырма, Алла шипасын берсін» деген тілектен туған балам. Ата, жаңа әжем айтқан «Аққас» деген сөз нені білдіреді? Дұрыс байқапсың, Иманжан. Аққас. Аққас деген де тілек. Адамның қасы қартайған кезде ғана ағарады екен. Аққас. Қасың ағарғанша ұзақ өмір сүр. Аман бол дегеннің мағынасын білдіреді. Жаңа сен түшкіргенде анаң да сау бол деді. Оның да жақсы сөз екенін өзің де білесің. Орыс халқы түшкірген кезде «Будь здоров» дейді. Солардан тікелей аударылып, біздің санамызға сіңіп кеткен. Ата, рахмет сізге. Айтқандарыңыздың бәрін ертең достарым айтып беремін, деді Иман атасына еркелей қарап. Дұрыс, дұрыс құлыным. Ең бастысы өзің ұмытпа. Өзіңе тағы да бір айтарым бар. Түшкірген кезде басыңды адам жоқ жаққа бұрып, немесе басыңды төмен иіп, мұрның мен аузыңды алақаныңмен жауып ал. Соны әдетке айналдыр. Олай үстемеу үлкен әдепсіздікке жатады. Ұқтың ғой? Ұқтым, ата. Ендеше бара ғой балам, деп Ислам ата немересінің арқасынан қақты. Орнынан тұра бергенде Иман «Апчу, апчу» деп тағы да 2 рет түшкіріп қалды. Аузы мен мұрнын алақанымен жауып үлгерді. Іле-шала «Әлхамдуллах» деді дауыстап. «Жаракым Алла, жасың ұзақ болсын». Ислам атаның даусы да жарқын шықты.